сұхбатымызды бастаймыз. Бөлісіп, таратып, көбейтіп, Facebook'ке салып, сілтемесін беріп, біздің мына Су жаңа каналымызға тіркеліңіздер. Ендеше қалың елім, қазағым, неге сен өзіңнің ата-бабаңның жерінде отырып сен құл боласың? Ал қазақтың 5 сәби бір емес бірнеше мәрте өртеніп, қазақтың әйелі міне күні кеше Алматыда 3 сәбиін құшақтаған беті 9-шы қабаттан секіріп өліп, осындай сұмдық жоқшылықтан өледі. Кеше жазып жатқан дүниелерді қарасақ, жоқшылықтан дейді. Жоқшылықтан өлді дейді. Кредитке байланған дейді. Тіпті артына хат жазып кеткен дейді. Бірақ ол хатты біздің тиембілер қолына түсіп, елбасы жасасын депті десе, біздің қазақ оған сенеді. Жаңағы 3 баласын құшақтап, жоқшылықтан, қасіреттен 9-шы қабаттан секіріп кеткен қазақ әйел кетерінде елбасы жасасын, Нұр Отан жасасын деп кетіпті десе, біздің халық сенеді. Өлерінде де жасасын деп кетіпті. Патриот деген осындай болады деп. Біздің сектанттар, міне, осындай өмір сүру керек, жәннаттық деп пәтуа беріп, Құдайдың қызметіне килігіп кетеді. Ал қазақты осыншалық деңгейде құлдыққа түсіріп отырған нұрғауындық жүйе, бұл нұрғауындық жүйе әдейіге жоқшылықты қолдан жасап отыр. Жаңағы бір тістен нанмен бір кесе суға зәру қылып, оны әдейі қолдан кемітіп, күніне 10 құлды өлтіріп, ертеңгі күні 20 құлды, арғы күні 30 құлды өлтіріп, адамдардың санасына үрейді, жоқшылықты өмір сүре алмай қаламыз ба, кедейліктен құрып кетеміз бе дейтін, басымызды көтерсек, өмірден айырыламыз ба дейтін үрейді қолдан тудырған сияқты нұрғауындық жүйе, Нұр Отандық жүйе қазақ халқына жоқшылықты қолдан тудырып отыр. Қолдан жұмыссыздық тудырып отыр. Қолдан кедейшілік тудырып отыр. Қолдан электринді жоқ қылып отыр, электринді Қытайға сатып отыр. Қолдан көмірді жоқ қылып отыр, көмірінді Қытайға сатып отыр. Қолдан азық-түлікті қымбаттатып отыр. Қолдан мына ауруды қиындатып отыр. Жер шарында ешқандай мемлекеттің аурудың алдын алу бөлімі, тіпті Американың өзінде енді келесі айда балалар ауырады деп балалар ауырған оқиға жоқ. Ол тек Қазақстанда келесі айдан 2020 жылдың күзінен бастап Қазақстанда балалар ауырады. Міне бүкіл Қазақстанның баласы ауырып жатыр. Ал Еуропа мен Америкада көрдің бе сондайды? Жоқ, көрмейсің. Енді ауру битеді дейді, дәл келеді. Сонда бұл иттердің бәрі бақсы болып кетті ме? Әрине, нұрғауындық жүйе, орыстың, гагауздің, тағы бірдеңгенің бүкіл жер әлемнің құдай атқан бақсы ібілістерін жиып алып, анау Астананы сатана жасап отыр. Астана тұтасымен сатанистік орда. Астананың бүкіл емблемесі, бүкіл ана пирамидасы, ана қол қоятының бәрі шайтандық емблемелер, шайтандық символдарға толып отыр. Яғни сатанизммен дұғалап, қазақ халқын дуалап, сиқырлап отыр. Ана сектанттар жүр ғой, қасында ойбай мешіт салып отыр ғой, 3500 мешіт салынды, бәленбай медресе бар ғой деп. Оған сенбеңдер, ол 3500 мешіт, 3500 мешіт. Неге Қазақстанда мектеп салынбайтын кезде, балабақша жетіспейтін кезде, аурухана жетіспейтін кезде, төсек орын жетіспейтін кезде, ең зәру, ең арзан деген дәрілердің өзі жетіспейтінде 3500-ді аталмыш атының кім екендігі белгісіз саудагерлер, байлар салып қойған, ол не қылған мешіт? Қазақстанда оң нәрсе бар ма? Қазақстанда бір оң, прогресс, Құдай жақсы көретін, адам көріп көзі сүйінетін, естіп құлақ сүйінетін нәрсе бар ма? Жоқ. Енді не қылған 3500 мешіт? Ол халықты 3500 наркоздау орталығы, халықтың санасына укол салу, наркоздау, патшаға бағын дейтін, дәлелсіз, пәтуасыз пәлсапаны халықтың құлағына сіңдіру, сөйтіп халықты уағыздау, ол дүниенің елесіне елеттіру, жәннатты аңсату, бәріңді болды. Мына дүниені тәркі қыл, ұмыт, таласпа, ештеңкеге дауласпа, неге мен кедеймін, мен неге бұлай, неге Қазақстанда өндіріс жоқ деп ойлама. Тек қана болды, ол дүниені ойла, ашамайыңды жуып, хрустал ашамайға айналдырып, күніне 500 мәрте тоңқаңдап, әне анау қажыға барды, ара-тұра бір жентік тастайды, ара-тұра анау сектант ақындарды қажыға жіберіп тұрады, сектант жазушыларды қажыға жіберіп тұрады, соған алданып, мәз болып, жәннаттың кілтін алдым деп, содан ана жәннатта берілетін, мына дүниеде қолың жетпейтін тоқалдарды, ана хордың қыздары саны 70 дейді, ойбай 120 дейді, ойбай 40 дейді, жоқ 4 дейді, ойбай деп соған таласып, сонымен біздің бүкіл есі дұрыс, дінге берілген адамның көбінің есі дұрыс.
Солардың бәрін жаңағы наркоздап, нервана халге кіргізтіп, сонымен олар мына дүниені тәркі қылып, ана аштан өліп жатқан сәбилер, анау жоқшылықтан, қабаттан 3 баласын құшақтап секіріп өлген әйелдер, оның бәрін ұмытып, бір Аллаға тапсырдық деп, әлгілер тоңқаңдап, ол дүниелік болып, тәркі дүниелік болып кетеді. Міне халықты наркоздаудың тәсілі осы. Бірақ Құдайдың ақиқаты қасиетті кітаптарда, Құдайдың соңғы кітабы Құран кәрімде, Інжілде, Зәбірде, Тауратта, Құранда мен 4-інде оқып қойған адаммын. Өйтіп тәркі дүние болуға тиым салған. Өйтіп тәркі дүние болуға тиым салған. Ол дүниеге барам деп, бұл дүниені тәркі қылма дейді. Бұл дүниенің қызығын көздеп, ол дүниені тәркі қылма дейді. Екі дүниені екі қолыңда ұста дейді. Қазағым, екі дүниені екі қолыңда ұста дейді. Құдайсыз болып кетпей-ақ қой. Бірақ анау сектанттардың наркоздау орталықтары сендерді наркоздап жатыр. Анау өлген сәбилерден сектанттар сендер сұраласыңдар. Мына өлген 3 баласын құшақтап өлген әйелден сұраласыңдар. Кімдеген мына нұрғауындық жүйенің өмірін 1 секунд ұзартуға еңбек етсе, ақиретте олар нұрғауынмен бірге тозақтың түбінде өртенеді. Мен дінге қарсы емеспін. Мен діндар отбасының баласымын. Менің атам, атамның арғы-аталары бәрі діндар. Жадиттік бағытты ұстанған, қазақ халқын жадиттік ағартумен айналысқан кісілер. Мен дінге қарсы емеспін. Бірақ мен секталарға қарсымын. Халықты мына дүниеден аздырып, тоздырып, мына дүниені ұмытқызып, ана бір қасиетті әулеттер, қасиетті кландар, тек осы басқаратын 30 жыл тапжылмай, халықты тек солар басқаруға тиіс. Сен бөлек сортысың. Сен тек осы тоңқаңдап жүре бер деп, халықты аздыратын осындай сектанттарға қарсымын мен. Мен тақуа, Құдайға шын берілген адал, кісіге зәбірі қиянаты жоқ, құмырсқекеш құмырсқаны өлтіруге қимайтын сондай тақуа мұсылмандарды жақсы көрем. Бірақ барлық зұлымдыққа көзін жұмып қарайтын, қарекетсіз, және бұл жұмыс менің шаруам емес, мен мына жақта тоңқаңдай берейін, ана жақта зұлымдық жүре берсін, сәбилер өле берсін, әйелдер қорлана берсін, мен тек тоңқаңдағанды білсем болды дейтін сектанттарға қарсымын. Әрбір қазақ жүрегінде титтей ар мен намыс болса, осы қазақ халқының бақытсыздығының алдында бірін жауап бересің, бірін қылмай. Әрбір осындай сұмдықты жасырып жауып, жауырды жаба тоқып, биліктің өмірін ұзартып, қазақ халқын 30 жыл бойы жоқшылықта ұстауға еңбек етушілер. Сендер ақиретте, сол шексіз құдіретте, күллі әлемнің жалғыз жаратушысының алдында сендер жауап бересіңдер. Сендер перғауын үшін жұмыс істеп жатсыңдар. Перғауынның заманында ақиқат Мұсаға түсті. Перғауынның заманындағы адамдар қайсысы жәннатқа кіреді? Кім Мұсаға ілесті, сол кіреді. Перғауынның заманындағы ақиқат тек Мұсаның қолында болды. Мұсаға ілескендер ғана жәннатқа кіреді. Мұсаға ілеспей қалыс қалғандар, менің шаруам емес дегендер, перғауынды мақтағандар, перғауынның құлдығына баққандар. Немесе Мұса халқын алып шыққан кезде, кім білет бұл? Құмда 40 жыл қаңғытады деп естідім, бармайын дегендер тозаққа түседі. Тура сол сияқты мына заманда нұрғауындардың еңбегін ақтап, жақтап, дәріптеп халық соған үнсіз бағынуға, шексіз сабырмен көнуге, төзуге, ақиретпенен алдауға үгіттеушілердің бәрі тозақылық болады. Мен бұл жерде тағы бір нәрсені айтам, мына діни фанаттарға, тырнақтың астынан кіріздейтін діни адамдарға айтам. Ақиреттің бар екеніне сенушімін. Құдайдың бір екеніне, бар екеніне, ежелден бар мәңгілік, шегі жоқ, шеті жоқ, шексіз құдірет иесі екеніне, тең жоқ, теңдес жоқ екеніне сенушімін. Өліп тірілуге сенушімін.
Құдай жіберген кітаптарға сеніп иман келтірушімін, Құранға сеніп иман келтірушімін. Құдай жіберген пайғамбарларға сеніп иман келтірушімін. Соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам деп сеніп иман келтірушімін. Құдай жіберген періштелерге сеніп иман келтірушімін. Бірақ мен қазақ халқын осындай бақытсыздыққа ұстап отырған нұрғауындық жүйеге қызмет істеп, соның мақтап үгіттеп, сол нұрғауындық жүйенің өмірін ұзартушы барлық сектанттарға қарсымын. Айналайын қазақ халқым, қашанға дейін отырасың осындай сорлы болып? Қашанға дейін өзіңнің ата-бабаңның жерінде өзің құл болып отырасың? Қашанға дейін осындай жоқшылықты көресің? Ертең сенің қарындасың сол 9 қабаттан секіруін күтіп отырсың ба? Ертең сенің қызыңның басына осы күннің келуін күтіп отырсың ба? Еркек тоқ құрбандық деген қайда? Басыңды тауға да тасқа да ұрып күреспейсің ба қазақ? Тау келсе сүзбейсің ба? Тас келсе шайнамайсың ба? Адамның басы Құдайдың добы, өлетін жан ғой бұл. Бәрібір өлетін жан ғой. Немене даяйсың? Біз күрестік қой, түрмесінде көрдік қой, қамалдық қой, сотталдық қой. Батыстың қысымымен аман қалдық қой. Өлген жоқпыз ғой, бізге не істей алды? Шамасы күшті болса, қуатты болса кеп қағып өлтіріп кетпей ма? Шамасы жоқ, мәлкілдеп отыр, мәлкілдеп әрең отыр. Сендер не қылып отырсыңдар айналайын қазақтың азаматтары, қыздары, жігіттері? Аштан өліп, қорлықтан өліп, жоқшылықтан өліп, аурудан өліп, қоректік жетіспей, бәрін 40-50-ге жетер жетпей, ауру сырқау болып өліп, дүниенің сорлысы болып отырғанша, немене күн мынау күн? Құдіреті күшті Құдайдың сұрағының алдында не деп жауап бересіңдер қазақтар? Оян менің қазағым. Көзіңді аш қазағым. Мына сөзімді жеткіз әрбір қазаққа. Әрбір қазақ ұйымдас. Ячейка, ұяшық құр, достарыңды жина қасыңа, туыстарыңды жина қасыңа, руластарыңды жина қасыңа. Бірігер қазақ, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз, қожа төре болып. Біріктейм әр қазақ, құл болып өстіп өлесіңдер ма, сұмырай болып, өстіп қор болып, мына дүниенің өзінде тозақта, о дүниеде және сол нұрғауындық, сайтандық жүйеге бағынып, соның өмірін ұзартқан бұл, ол дүниеде де тозақта сорлайсың қазақ. Күресімен бетің жарық болады, екеленбейіп, сенбейіп, жүзің жарық, мәртебең үстем болады. Күресімен бізді бұл дүниеге сынаққа жіберді, шексіз құдірет иесі. Күресу үшін келдік, емтиқан тапсыру үшін келдік. Мына дүние емтиқан тапсырып жатырмыз. Емтиқанды қалай тапсырамыз? Әділетшіл боп, шыншыл боп тапсырамыз қазақ. Жауың анау мынау емес, алдама, сенің жауың анау мынау емес, сенің жауың нұрғауындық жүйе. Басқа жауға алданба, сені анау жау, мынау жау деп өтірік от кетерсе алданба. Сенің бүкіл бақытсыздығыңның бір ғана себебі бар, нұрғауындық жүйе. Онсыз сен бақытты өмір сүрмейсің. Қалың елім қазағым, ашынып, ызаланып, күйіктен, ызадан, ашудан қаттайсам айыпқа бұйырма. Мен сені жақсы көрем. Әр қазақ менің жалғызым. Әр қазақ менің жалғызым. Мейлі мұсылманы болсын, мейлі христианы болсын, мейлі діндәрі болсын, мейлі тәңіршілі болсын, мейлі өзінің кім екенін білмейтін қазақ болсын. Әр қазақ менің жалғызым. Әр қазақ мен үшін алтыннан қымбат. Әр қазақ мен үшін алтыннан соққан таудан қымбат. Қазағым, бақытты, баяшатты өмір сүруге тиіссен. Бақытты, баяшатты өмір сүруге тиіс. Өз жеріңде, өз еліңде құл болып өмір сүрме. Егер сен мына дүниеде құл болып өмір сүрсең, саған Құдай кінәлі емес. Құдай сені емтиқанға жіберді, бітті. Емтиқан ақиретте нәтижесі шығады. Сен мына жерде емтиқанды қалай тапсыру өз еркіңде. Құдай килікпейді бұл өмірге. Құдайдың нәтиже беруі, емтиқанның нәтижесінің шығуы тек ол дүниеде. Сен мына дүниеге періштелер келіп, пайғамбарлар түсіп, қазақтар, мен сені құтқарайын дейді екен деме. Жоқ! Естеріңді жиыңдар қалың елім қазағым. Аман сау болыңыздар.
Артық айтсам айыпқа бұйырмаңыздар. Жақсы көргендігімнен, халқыма, қазағыма деген махаббатымның шексіздігінен, сол қазағым үшін, халқым үшін қолымнан келетін максимал жұмысымды істеп қалайын. Менің қолымнан не келеді, соны істеп қалайын деп тырыстым. Басымды тауға дұрдым, тасқа дұрдым. Тау келсе сүздім, тас келсе шайнадым. Ұстаған жерде қолым, тістеген жерде тісім қалды. Енді мен тек халқымды оятсам дедім. Артық айтсам айыпқа бұйырмаңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.